Баршаңызға сәлем достар. Бүгін тәтті жақсы көретіндер үшін поппа десерт шоколадная колбаска дайындаймыз. Өте оңай десерт, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: ұнтақталған грек жаңғағы, банан алдын ала езіп аламыз, ұсақталған хлебцы, менде рисовый хлебцы, 2 ас қасық какао және 1 ас қасық табиғи бал. Үлкен шұңғылдау ыдысқа барлық ингредиенттерді салып араластырамыз. Пищевая пленкаға дайын болған массаны салып колбаска жасаймыз. Орап тоңазытқышқа 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан аламыз. Осындай өте оңай және дәмді десерт дайын болды. Маған бұл десерттің жұмсақ болғаны ұнайды, сондықтан мен тоңазытқышта тек 1,5 сағаттай ұстадым. Егер қатты болғанын қаласаңыздар, одан көбірек 2-3 сағатқа қойып қоюға болады. Осындай аз уақытта дайындалатын оңай, дәмді әрі пайдалы десерт міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.